Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай машинаның лалауына, осындай үй жағдайындағы айналарға осындай кілелер жабысып қалған жағдайда қалай алу керектігін сіздерге қазір көрсететін боламын. Яғни бір ғана затпен. Міне достар, осындай шемешкі майды, яғни үйдегі шемешкі майымызды осындай аламыз. Осылай мақтамызды шемешкі майымызға батырып, қатты сығып аламыз. Яғни ағып кетпеу үшін. Осыны жайлап мана клейіміздің үстіне осылай жағатын боламыз. Жайлап осылай шетінен бастап жақсаңыз, осы клейлерімізді кетіретін болады. Міне достар, қараңыздар, мен уже кетіп жатыр, көріп тұрғандарыңызды. Осылай үй жағдайында жасап көріңіздер, міндетті түрде кетеді ол. Және де осындай үйдегі айналарымызда, мысалы шкаптарымызда жабысып қалған клейлерді қырмай-ақ осылай шемешкі майды батырып жақсаңыздар, осылай жоқ болады. Міне достар, мен тазартып шықтым. Артынан өзіңіз тряпкамен сүртіп аласыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.